Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай екі түрлі нанның жасалу жолын үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге сүт, су, тұз, ашытқы және де шекер керек болады. Ең алдымен сүтімізге жылы суымызды құямыз. Артынан тұз, ашытқы, шекерді саламыз. Барлығын салып болған соң араластырып аламыз. Енді осыған қаймағымызды саламыз. Қаймағымызды салған соң 1-2 болғанша араластырып алуымыз керек. Енді ұнды електен өткіземіз. Осыдан жұмсақ етіп қамыр илеп шығамыз. Қамыр өте жұмсақ болу керек. Бетін жауып 40 минутқа қоямыз. Ашытуға қойған уақыттан 20 минут өткеннен кейін 2 ас қасық май құйып, жақсылап қайтарып илеп аламыз, июі қанғанша. Міне жақсылап илеп алдық. Енді осы қамырды қайтадан 20 минутқа жылы жерге қоямыз. Міне біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Мен осылай салфанын жауып қоямын. Енді қолымызды майлап алып, қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бізде 2 нан шығады. Енді ыдысқа орналастырамыз. Ыдысқа орналастырған соң бетін жауып, тағы да бір 10-15 минут көлемінде көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң формаға келтіреміз. Бірінші дөңгелек формада жайып аламыз. Қамырымызды дөңгелек формаға келтіріп болған соң, саусағымыздың ұшымен осылай узорлар жасап шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей. Міне узор жасап болдық. Енді осының бетіне жұмыртқа жағамыз. Мен бетіне күнжіт салып шықтым. Ол өз еркіңізге байланысты. Екінші нанымызды жасаймыз. Ол үшін көтерілген қамырды қатты баспай, жаймен де басып шығамыз да ортасынан ашамыз. Өзіңізге ыңғайлы болу үшін ортасына ыдыс қойып қойсаңыздар болады. Ыдыс қойып болған соң қамырымызды түзулеп аламыз. Енді бізге қайшы қажет болады. Қайшымен бір жерінен қиып аламыз да соған қарама-қарсы беттен тағы да қиып аламыз. Өзіңізге ыңғайлы болады сол кезде. Енді 2 жағын кесеміз. Барлығын бір бағытта кесіп отырсаңыздар, әдемі болып шығады. Енді осылардың аралықтарын кесеміз.
Сонда бізде гүл тәріздес нан пайда болады. Ортасындағы ыдысты алып тастап, бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Жаңа айтып өткенде, күнжіт маңызды емес, өзіңіздің талғамыңызға қарай. Қызып тұрған 180 градустағы пешке 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің нандарымыз дайын болды. Сіздің дастарханыңыздың сәнін келтіретініне сенімдімін. Міндетті түрде жазып көріңіздер. Қазір ортасын бөліп көрсетемін. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Мінекей ортасы осындай болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.